мұсылмандардың өзге дін өкілдерімен қарым-қатынасы. Оған қатысты Құран аяттарына келетін болсақ, Мумтахина сүресінің 8-ші аятында: «Ла янхакумуллаху аниллазина лам юқатилукум фиддини ва лам юхриджукум мин диярикум ан табаррухум ва туқситу илейхим инналлаху юхиббул муқситин». Алла сендермен дін жолында соғыспаған және сендерді жұрттарынан қуып шығармаған адамдарға жақсылық жасауларына әрі оларға әділ болуларына тыйым салмайды. Шын мәнінде Алла әділдік етушілерді жақсы көреді дейді. Осы аятқа үңілетін болсақ, жалпы адам егерде мұсылман адамға басқа дін өкілі, басқа дінді ұстанушы адам зиян тигізбеген жағдайда онымен қарым-қатынастың өзін Құран қалайынан болу керектігін үйретіп қойған екен. Осы аятқа амал етуіміз әр мұсылманның жалпы міндеті.